Мә достар, құтты болсын, естіп жатқан шығарсыздар. Диктаторлық режим, тағы бір диктаторлық режим. Иран құлап жатыр ақырындап. Шын өтірігін білмеймін, бірақ мынау Хаменейдің Мәскеуге қашуға дайындалып жатыр дейді. Әрбір источниктен сөйтіп айтып жатыр. Енді мына айта берсеңіз, міне қараңыздар. Мынау жастар болмай жатыр, оларды огнеметпен күйдіріп жатса да, танкімен кіріп атып жатса да, автоматпен де атып жатыр. Иә, мынау көп жастар қайтыс болып жатыр шынымен де. Иә, мынау военный жағынан да жастар жағынан да. Бірақ соған қарамай, бұлар сол мынау диктаторлық режимге қарсы шығып, көп қалалар қазір мынау полицей болсын, мынау военныйлар болсын, бәрі мынау кәдімгі қарапайым халық жағына көшіп жатыр. Сол үшін құтты болсын деймін, тағы да бір диктаторлық режим құлап жатқанына. Өйткені мынау қазіргі 21 ғасырда диктаторлық деген мүлдем болмау керек. Қалай деп ойлайсыздар, пікірлерін жазыңыз.